Сәлем балалар, бүгін бізде қазақ тілі 4-ші сынып 50-ші жаттығу. Мамандықтың бәрі жақсы, тұрақты сөз тіркестері. Сөз тіркестерінен тұрақты сөз тіркестерін ажыратып, мәтіннен табуды үйренемін. Екі бағандағы сөз тіркестерін оқы. Шарды үрледі, бүйрегі ауырды, қойдың аузындағы шөп, шашы қобырады, ала жіп алды, үріп ауызға салғандай, бүйрегі бұрды, қой аузынан шөп алмас. Төбе шашы тік тұрды, ешкімнің ала жібін аттамайды. Бағанның сол жағындағы сөз тіркестері не туралы? Оң жағындағы сөз тіркестері ше? Мен оң жағындағы сөз тіркестерінің мағынасын білмей отырмын. Мәселен, маған шарды үрледі тіркесі түсінікті болғанымен, үріп ауызға салғандай дейтін тіркестің қандай мағына беретін түсініксіз. Үріп ауызға салғандай дейтін үш сөздің тіркесі сұлу, әдемі деген мағынаны береді. Мұндай тіркестерді тұрақты сөз тіркестері деп атайды. Бағаның оң жағындағы сөз тіркестерінің беретін мағыналарын төмендегі кестеден байқауға болады. Бүйрегі бұрды, жақындасты, жақын тартты деген мағынаны береді. Қой аузынан шөп алмас, жуас, момын деген мағынаны береді. Төбе шашы тік тұрды деген қорықты, ешкімнің ала жібін аттамайды деген ұрлық жасамайды деген мағынаны береді. Екінші, сөйлемді оқы. Ерланға жаны ашыды. Көз ұшында қарайын біреу көрінді. Айдос әңгімеге құлақ қоймады. Қарамен жазылған тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын қалай түсінесің? Бұл жерде қарамен жазылған сөздер жаны ашыды, көз ұшында құлақ қоймады. Жаны ашыды, аяды деген мағынаны білдіреді. Көз ұшында алыста деген мағынаны білдіреді. Құлақ қоймады, тыңдамады, естімеді деген мағынаны білдіреді. Тұрақты сөз тіркестерін аяды, алыста, тыңдамады сөздерін алмастырып айтып көр. Не байқадың? Қай нұсқаудағы сөздер ойымызды көркем етіп, әсерлі жеткізеді? Ерлан аяды, алысқа қарай біреу көрінді. Айдос әңгімемді тыңдамады. Бұндағы тұрақты сөз тіркестерімен айтылған сөздер ойымызды көркемдеп, әсерлеп жеткізеді. Балалар, ережені есте сақтаңдар. Екі не одан да көп сөздер құралып, бір ғана мағынаны білдіріп, сөз тіркесін тұрақты сөздер тіркес деп атайды. Мысалы, қара қылды қақ жарған. 9-шы жаттығу. Тұрақты тіркестерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Қас пен көздің арасында тайға таңба басқандай мойны жар бермейді. Алдындағы қоян қас пен көздің арасында жоқ болды. Шомылуға болмайтыны тайға таңба басқандай айтылды. Кейде бір іс жасауға мойным жар бермей тұрады. Ал балалар, енді осы жаттығуға байланысты тапсырманы орындайық. Бұл сөз топтарының тұрақты тіркес екенін дәлелдей білуге үйрен. Қас пен көздің арасы бұл тұрақты тіркес, өйткені төрт сөздің тіркесі арқылы бір ғана тиіс деген мағынаны білдіріп тұр. Тайға таңба басқандай, бұл да тұрақты тіркес, өйткені үш сөздің тіркесі арқылы анық деген мағынаны білдіріп тұр, және ойды көркем және әсерлі жеткізуге көмектеседі. Мойны жар бермеді, бұл да тұрақты тіркес, өйткені ол үш сөздің тіркесі арқылы бір ғана керіншек деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі 10-шы жаттығу. Берілген тұрақты тіркестердің мағынасын түсіндір. Тұрақты тіркестерді белгілі бір мамандықпен байланыстырып, монолог құрастырып жаз. Ат басындай, көзді ашып жұмғанша, қара қылды қақ жарған. Құлақ салды. Ат басындай үлкен деген мағынаны білдіреді. Көзді ашып жұмғанша, тез және жылдам деген мағынаны білдіреді. Қара қылды қақ жарған, әділетті деген мағынаны білдіреді. Құлақ салды, тыңдады деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, монологты оқиық. Мен үздік оқушымын. Маған ат басындай алтын берем десе де, білімді тастамаймын. Себебі мен көзді ашып жұмғанша әлі-ақ жігіт боламын. Қара қылды қақ жарып, ел алдында сөйлейтін әкім боламын. Сонда бәрі маған құлақ салатын болады. Келесі 11-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суреттерге қарап, тұрақты сөз тіркесін тап. Төбе шашы тік тұрды, көзді ашып жұмғанша. Тапқан сөз тіркестерді жазып, жанына бір сөзбен баламысын көрсет. Үлгі, тайға таңба басқандай. Анық, айқын деген мағынаны білдіреді. Төбе шашы тік тұрды, қорқу, үрку деген мағынаны білдіреді. Көзді ашып жұмғанша,
жылдам, тез деген мағынаны білдіреді. Келесі 12-ші жаттығу. Керісінше жұмбақ. Сөз жұмбақтағы сөздерге сөйлем тұрақты сөз тіркестерін тауып жаз. Көлденең, ақылдас. Ақылдас қабырғамен кеңес деген мағынаны білдіреді. Тігінен бірінші сөйлем. Жуас. Жуас деген қой аузынан шөп алмас деген мағынаны білдіреді. Тігінен екінші сөйлем. Анық. Тайға таңба басқандай деген мағынаны білдіреді. Тігінен үшінші сөйлем. Алыс. Ит өлген жер деген мағынаны білдіреді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.